Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Анар Елемесқызы, менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге өте оңай әрі тез жасалатын жаңғақ қосылған қаймақты пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Өзінің формасын ұстап сақтап тұратын, ешқандай да ағып кетпейді, өте дәмді әрі жасалу жолы да тез. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше достар, жасалу жолына кірісетін боламыз. Әдеттегідей, бірінші қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға ұнымызды және бөлме температурасындағы сары майымызды салып алып, қолымызбен осылайша мыжғылайтын боламыз. Қазір біз алдымен крошка жасап аламыз. Крошка жасап алғаннан кейін үстіне қантымызды, кейін бір жұмыртқамызды, үстіне ұн қопсытқыш және ванилинді салып, енді жұп-жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Барлығының мөлшерін төменге описанияға жазып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Менің қамырымды қараңыздар. Ондай қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа көлемде. Енді осы қамырды салфанға салып, шамамен жарты сағатта тоңазытқышқа қойып аламыз. Енді салмасына кірісеміз. Менде 500 грамм қаймақ, 3 жұмыртқа, қант және де ванилин қостым. Енді осылай миксердің қажеті жоқ. Венчикпен бір 20 секунд, 30 секундтай осылай жұмыртқамыз әбден араласқанша араласып аламыз. Кейін болды, міне біздің начинкамыз дайын болды. Енді қамырымызды алып, қазір формамызға салатын боламыз. Формасының астына қағаз төсесеңіздер де болады, ол өз қалауыңыз. Алдымен бірінші бортиктерін жасайтын боламыз. Бірінші қамырды осылай бөлек-бөлек етіп, өзіңізге ыңғайлы етіп алыңыздар. Алдымен осылай бортигін жасап, кейін барлығын төсейтін боламыз. Достар, менің арнам ұнаса, видеом ұнаса, менімен бірге соңына дейін болып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы әрі тегін мастер-класстарды салып отыратын боламын. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осылай шаңышқымен тығып шығамыз. Қазір пісірген уақытта қамырымыз көтеріліп кетпеу үшін, және де жаңғақтарымызды осылай бөліп салатын боламыз. Кейін үстіне жаңағы қаймақты массамызды құямыз. Бірден барлығын құйып жібермейміз. Жарты жаңғағымызды тағы да салып жіберетін боламыз. Енді соңында соңғы қалған массамызды құямыз. Қызып тұрған 180 градус пеште шамамен 30-35 минутта пісіріп аламыз. Менің пирогым дайын, өте дәмді болып шықты. Басында осылай ісіп шығады беті. Кейін шамамен 2-3 сағатқа суығанша қоямыз. Бетін осылай әсемдейміз. Мен бір түнге қойдым. Келесі күні кескенде де өзінің формасын сақтап тұрады. Ешқандай да ағып кетпейді, өте дәмді. Қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Немесе тапсырыс алсаңыздар да өте керемет. Тұтынушыларыңыз рахмет айтады деп ойлаймын. Себебі дәмі деген өте керемет болып шыққан, әрі жұп-жұмсақ. Қазір мен сіздерге кесіп, арасын көрсететін боламын. Қараңыздар. Өзінің формасын толық ұстайды. Қаймақ болғанымен тіпті ірімшік қосылған творогқа да ұқсайды екен. Міне. Сіздермен бірге болған мен, Анар Елемесқызы. Менің арнама тіркеліп, колокольчик батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер салып отырамын. Сіздерге ас болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сау болыңыздар.